Мынандай узак видеого байланыштуу мен видеонун кез келген жеринде сөз жасардым. Сонда канча өткөзбөй караган адам, сон тапкан адамга мен тегин пиар жасайтын болом. Жалпы кызык болот. Қазір жеңүүгө тырышып көрөбүз. Эгер осуну жеңе алсак, осы видеого лайк басасың. Эгер жеңе алмасам, дизлайк басасың. Давайте солай ойнап көрейік. Вот міне. Міне достар. Бұл бізде UFO Missionстың үлкен кемесі. Бұл қазірше жерді зерттеп жүрмө, бірдеңе кылып жүр. Егер мен бұған мындай ататын болсам, так қазір вот осылай ататын болсам, оған тиеді и о сразу жібереді мынандай заттарынша. Talk Daily деген осындай әртүрлі қимылдарын жасайды. Жылайтын, жоқ дейтін, сыбырлап сөйлейтін, тентексің ба дейтін, в общем, деп таңғалып қалатын, барлық эмоция бар, бұда бар ғой. Бір зат бүгін бізде керемет ойын Sakura Chul Simulator. Ал бәріңе сәлем достар, сендермен бірге Мейірбек. И бүгінгі видеомызда біздер осындай Sakura Chul Simulator ойынын ойнайтын боламыз. Мысық болбой дейміз. Кеттік. Мысық бізде паркте тұрады екен, неме осы жерде. Қазір мен өзім бола алатын, айнала алатын 4 персонажды көрсетемін. Олар деген Girl, осы бой мынау, осындай. И сосын мына жақта Girl бар, вот. И сосын бізде Little Boy бар. Паркке кетеді үнемі. И сосын Little Girl. Бұл деген тоже анау ағасын осы Little Boy'дың артынан жүреді. Ал біздер деген Cat Bolter болып ойнайтын боламыз. Короче, жай ғана ойнамаймыз, бір миссия атқарамыз. UFO Missions 2 деген. Давайте кеттік, бастайық. Олар деген қазір келу керек бізге. Аспаннан келеді әрине. Jetpack'ымыз бар біздің. Осылай ұша беруге болады. В общем, қазір келеді анау. Вот міне. Міне достар. Бұл бізде UFO Missionстың үлкен кемесі. Бұл қазірше жерді зерттеп жүрмө, бірдеңе кылып жүр. Егер мен бұған мындай ататын болсам, так қазір вот осылай ататын болсам, оған тиеді и о сразу жібереді мынандай заттарынша. И солармен қырыламыз жақсылап тұрып. Қазір қызық болады. Жалпы негізі анау Little Boy жақсы. Little Boy'дың әйтеуір андай рогаткалары бар. Бір оқ атасын, осылай көп оқ атасын. Вообще қызық болады негізі қазір. Қазір осыны полный жеңуге тырысып көреміз UFO Missions'ты. В общем, да, офига осындай заттар жібереді. Олашы. Сосын солармен қырылу керек болады. Мынаған қарашы, менің оқтарым, олардың оқтары кеп жатыр, вот. Осының бәрін жеңуге тырысамыз қазір. Анау кемесін әсіресе бүйтіп ата беру керек кемесіне. Аналардан қашып жүрсең де, осы кемесін жарып алсақ болды, әйтеуір. О қашаты мен көрінер ме? Так, давай даш деген шықпай қойды ма? Бәсе, мен жетпакта түсіп кеттім ғой. Так, оқтары тимесін, самый главный. Оқтары тисе бәле болады. Мына үлкен кемесіне ата берейік, біраз жанын кетіруіміз керек бұны. Сосын олар өздері жоғалады қалғандары. Ал үст жақындап қойғандарды осылай ата бересің. Жалпы қызық болады. Қазір жеңуге тырысып көреміз. Егер осыны жеңе алсақ, осы видеоға лайк басасың. Егер жеңе алмасам, дизлайк басасың. Давайте солай ойнап көрейік. И комментарий толтырып жазып тастаңдар пәске. Менде что-то комментарий жазатын адамдар азайып кетті. Осы соңғы кезде актив түсіп кетті ма? Или анау Mob Battle деген видео қызық болмай жатыр ма? Өздерің ойларын жазып кетіңдер шу комментарияға. Mob Battle қызық болмай жатса, оны айтыңдар. Так, бізде алдағы уақытта әлі 3 модқа обзор шығады. Уже шығып қойды деуге болады. Мен бірақ оны, бұл видеоны, ол 3 видео шықпай жатып, яғни мотоцикл және андай Yamaha дейтін мотоцикл, сосын 2 машина бар, Hyundai'дің машина түрлері. Сол видеолар шықпай жатып, мына видеоны түсіріп отырмын деген келген. Олар шығады, и сосын артынан осы видео шықса керек. Так, мына кемесі жоғары қарап кетіп бара жатыр пока что.
біз аспанда жүріп ата береміз. Бұл онша қиын емес негізі. Анау мына жерде екіншісі бар, міне Octopus Missions деген. Сол жаман қиын болады, бірақ көп 8 аяқты бір нәрселерін жібереді ол Octopus Missions'та, бірақ оны жеңу өте қиын болады. Ал мынаны жеңу оңайлау сәл. Осын әйтеуір атып құлата берейікші, осын барынша атып жанын кетіріп. Жалпы осы Sakura Shul симулятор ойынында тек қана бұл емес, басқа нәрсемен айналыссаң да болады. Мектепке барасың, тағы да басқа қызықты заттар жасайсың. Машина айдасаң болады, велик, скутер бар. Не қалайсың, соның бәрі бар ғой, короче. Кейін көрсетем алдағы уақыттарда, егер сендерге осы ойын қызықты болатын болса. Және бұның сырларын айта кетем сендерге. Осы ойынның құпияларын айтам алдағы уақытта. Әлі талай қызық алдағы уақытта. Так что каналға тіркеліңдер. Әлде жазылмай жүрген адамдар болса, арнамызға тіркеліп 2000 көрерменге жеткізіп тастауға көмектесіңдер. И біздерді сосын жақсылап тұрып шығатын болады. Жақсы контенттер әлі алда дегендей. Мына өз шыннан жаны кете ма? Вроде кету керек, или аны пәстегілерін құлатуым керек болушы. Жібермей қойды ғана. Несіне? Енді өзін атуымыз керек тек қана. Қашып баратыр ма дейме? Мына жеңуге аз қалды, немесе мынау өлмейді. Мен түсінбей отырмын. 20 минут бойы отырмайтын жерміз осыны атып. Қызық болмайды әйтпесе, осыны құр атып отыра берсек. Маған шабуыл жасамаса, бұл что-то қананы жіберсе болады ғой. Міне көрінді ме мына жаңағы Герл қыз Hello деп қояды ғой. Оның машинасы міне, мынау велосипеді. И бізден яқта бойдың үйі. Міне, оның машинасы көккенбек. И осы жерде еді бой. Что-то түсінбедім. Окей. Анау не болды, анау UFO Missions жеңілді ме, или қоймай ма әлде да? Со атсаң өлмей атыр ғой, что-то деймді. Пәстем нәрсе атты. Вот. Осындайлармен қырылайықшы, сәл қызықтау болсын. Мә. Өле ғой айналайын. Тағы қайсысың бар? Міне. Вот. Осылай өле берші. Ана автоматпен атып жүре. Тетек бар. Тиіп кетті ол. Қоясса болады ғой деймін да. Айбай. Так, міне оның рогаткасы бар осындай. Осы күшті бар ғой. Бірақ оқпен атып құлатады. Бірақ көріп отқандарында міне осындай. Бірақ оның мынандай да бар міне. Көп тас атады. Бұл әжептер урон береді. Көріне ме? Қарап алып тағы да андай кемелерін жіберсе керек қазір. Осы мына жерлерінен шығады ғой, сол жерлерге ата берсек. Шыққан кезде тиіп қалса жақсы ғой, қайта. Аңғарыңдар, түрі жаман мысық. Мен вроде оны жеңдім. Қазір джетпакты шығарамыз да, и ұшып қаланы бір айналып қайтамыз. Любой жерде болуы мүмкін олар. Қазір ғана мына жерден 5-6-ын өлтірдім өйткені. Мына баламен төбелесіп жүр екен ғой. Так, ол қайда болуы мүмкін? Қаланың любой шетінде болуы мүмкін. Любойдың қала шетінде емес. Сөйтіп айтайын деп атым ғой. Короче, достар, мен олардың ешқайсысын таппадым. Қала тыныш. Мынаны басып қарасам, мына жақта басылмайды уже. Короче, олар кетіп қалған сияқты қашып. Так что қазір мен деген адамдармен жердегі анау базукасы бар, РПГ-сы бар, тағы қалай айтайын. Анау иығына минометі бар, сондай адамдармен қазір қырылатын боламыз сәл. Мына үйге атамыз ол үшін, и ол үй қирайды өйстіп міне. Ана үйге үйінің бәрін қиратып шығамыз осылай. И сосын олар маған ракетасын атып бастайды. Қайдан болсын әйтеуір бірінші ракета келеді, көреміз қазір. Адамынан бірінші ракетасы көрінеді ғой. Вот, әне, көрінер ма, қаяқтан шықты. Міне бәрі. Бір-бірімен атысады ма енді? Майнкрафттағыдай емесе, мысалы скелет зомбиді атып қалса, соны атып жіберетін бар. Осының ішінен шығады екен олар, Все, әскерлерімен. Осы жапондықтардың әскерлерінің киімі осындай емес пе екен,
Мен бәрін қырып тастадық қой. Так, мынандай затын алуға бола ма екен? РПГ-сын. Бұл бала аламайды айтпақшы. Анау үлкен қыз бен үлкен бала яға алады. Бұл кішкентай бала аламайды. Так, қырып тастадық. Бірақ тағы талпасы келуі мүмкін әлі. Міне өз кішкентай қыз да келді артымыздан. Салам алейкум. Hello дейсің ғой өстіп. И бүйтсең құшақта алды. И сөйтіп бүйтіп әкетіп қаласың. Мына менің артымнан жүр деп айтасың. Мына мен тоқта деп айтасың. Мына мен бассаң түсінбейді. И короче, мына мен зат бересің. Гаев дегенмен. Статусты бассаң, мына жақтан көресің оны. Мәлімет. Типа паспорт. Так, hold hands десең, қол ұстасып болады осылай. Ойын өте қызық. Бай-бай десең үйіне қайтады. Болды, бай-бай. Қайту керек, вроде или тұра ма? Тұратын құсайды. Бұл ойын өте қызық. Бұдан бөлек мына кара edit па, соны бассаң, мына жақта затын көруге болады. Әне қайтып жатыр анау қыз. Мына жақта түрін өзгертесің, аузын ашып қоясың осылай дегендей. И мына жақта камера эффект деген бар, оны камераны былай жылтыштасын дегендей. И позе моде деген бар. Бұл жерде дансені бассаң осылай ауыстырып отырып билете беруге болады әртүрлі қып. Иә, sleep дегенді бассаң ұйықтайды әртүрлі қып. Осылай ұйықтайды дегендей. Міне бүйтіп көрсетейін сәл. Былай ұйықтайды, әйтеуір әртүрлісі бар. Отырып та ұйықтай береді. О, вот. Былай да ұйықтайды міне. И сосын басым. Короче, жалпы қызық бұл ойыншы. Отырған түрлері мынау. Мысалы, қазір мынау wheelchair вообще қызық бар ғой. О, мынау Дагеза дейді. Дагеза стоп. Міне wheelchair. Короче, осылай отырады. Міне, мынау вообще қызық бірақ. Лян софа дейді. Өйткені андай жасайды ғой бір сиқыршылар. Ештеңе жоқ болса да отырып ше, сол сияқты көрінеді да. Так, бізде озар деген бар. Бұл әртүрлі фотоға түскен кезде бүйтіп қойып алуға болады. Екінші канал ашсам бекен, осы ойынға арнайы деп отырмын өзім. Міне мысалы осылай аваға қойып қоюға болады. Шапкаға былай түрлі поза жасайды бұл деген. Фотоға түсу үшін міне қимылдары әртүрлі. Бірақ идеялар сочный да. Керемет түсіп қояды екен фотоға. Міне. Мына ал дегенді бассаң, соның бәрі, мынаның бәрі сол жерде. Talk daily деген. Осындай әртүрлі қимылдарын жасайды. Жылайтын, жоқ дейтін, сыбырлап сөйлейтін, тентексің ба дейтін. В общем, деп таңғалып қалатын барлық эмоция бар, бұда бар ғой. Мен бір алдағы уақыттарда осы ойын арқылы бір керемет видео шығармақшымын, ойда бар. Өздерің көресіңдер алдағы уақытта оны. Міне мынау мысалы білмеймін деп тұрған. Мынау ассаляму алейкум деп иіліп тұрған дейсің ғой. Міне мынау вообще сахнада өйстіп тұратын Димаш Құдайберген ұқсап. Мынау о жоқ деп талып қалғаны. База жоқ ғой, бірақ андай эмоцияның бәрі осыда ғой. Өзің эмоцияны көрсетесің бұда. Міне анау тұрған бала деп көрсетіп тұр. Еще анау сөйлесіп тұрады, телефон қойып қойса болады. Бұдан бөлекші достар, итем деген бар, міне осыны көрсетпеппін ғой. Райкс Хант десеңдер, маған ең ұнаған мына жерде TV камера деген бар. Сосын микрофон деген бар. Жаңалық түсіруге болады бар ғой. Осы жайлы идея, осыған қатысты да болады әлі. Талай керемет клиптер шығарамын осы ойын арқылы, иә. Еще мынандай боул екінші қолына ұстайтын. Резетті бассаңдар бәрін алып тастайтын міне қолынан. Бұл видео өте ұзақ болған сияқты. Алдағы уақыттарда көрсетпеген нәрсені тағысын көрсететін боламын. Егер осы видео саған ұнаса лайк бас, арнаға жазыл, әлде жазылмаған болсаң, екін көрерменге тез жетуге көмектес. Есіңдермен болған мен Мейірбек. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыздар.